Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге өте дәмді, оңай, тез жасалынатын, өте сочный болып шығатын болонезе пастасының рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен пияз бен сарымсақты барынша майдалап турап аламыз. Қатты қызып тұрған сковородкаға сұйық майды құйып, пиязды салып, шамамен 5 минуттай қақпағын жауып, орташа отта араластырып отырып қуырып аламыз. Енді үстіне тартылған етті және де сарымсақты салып, жақсылап араластырамыз. Қатты отта суы тартылғанша шамамен 5-7 минуттай қуырып аламыз. Суы тартылды, енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш, хмели сунели дәмдеуішін салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бірден үстіне қайнаған ыстық суды құйып, қақпағын жауып, баяу отта шамамен 15 минуттай пісіреміз. Енді үстіне помидордан жасалған арнайы соусты саламыз. Мен Barilla фирмасының соусын алдым, өте қатты ұнайды. Егер де бұндай соус болмаса, помидорды майдалап турап, томат пастасын қосып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Бірақ мына соуспен енді дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Соусты салып араластырған соң қақпағын жауып, шамамен орташа отта 5 минуттай пісіріп аламыз. Дәмін көруді ұмытпаңыздар. Егер де тұзы немесе дәмдеуші аз болып жатса, тағы да кішкене қосып жіберіңіздер. Міне достар, подливымыз дайын. Енді пастаны пісіреміз. Қайнап тұрған суға кішкене тұз салып араластырып, пастамызды салып, жабысып қалмас үшін арасында араластырып отырып, шамамен 10 минуттай пісіреміз. Кейбір адамдарға пастаның жұмсақ болған ұнайды, кейбіреуіне кішкене қаттылау болған ұнайды. Сол себепті өздеріңіз қарайсыздар пісіру уақытын. Пастамыз дайын болды, оттың астын өшіреміз. Маған пастаның қатты жұмсақ болғаны ұнамайды. Кішкене ғана қаттылау қылып пісірдім. Енді міндетті түрде салқын суға салып, жуып, сүзіп аламыз. Бұны біз пісу процесін тоқтату үшін жасаймыз. Егер де салқын суға салмайтын болсаңыздар, пастамыз кішкене жұмсарып кетеді. Пастамыз бір-бірімен бірігіп қалмас үшін зәйтүн майын немесе шемішке майын құйып, жақсылап араластырамыз. Тарелкаға пастаны салып, үстіне подливын құйып ұсынамыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен болған назым. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда өте дәмді әрі ерекше болып шығатын ыстық тағамдардың, салаттардың, тәттілердің рецептері бар. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, видеомен бөлісіп кетіңіздер. Мені қолдап жатқан әрбір жанға көп рахмет.